Сәлем достар, сіздермен бірге қазірдар. Бүгін сіздерге облачка қоюды қалай қоюды үйрететін боламын. Облачка дегеніміз не деген сұрақ туындайды осы видеоға кірместен бұрын. Ол ютубтан видео қарап атасыз, мысалға қарап атасыз, сосын видеоның өзінің биткі көрінісі болады. Мындай затты қалай жасау керек, сондай түрлі жаднамалар болады. Соларды жасауды үйрететін боламын. Оны қою керек. Мына творческий студия деген ютубе деген арнайы ютубқа жасалған программа. Бұл программаны қайдан тартам десеңіздер, Google Play'дан тартасыздар. Ол ютубтың өзінің студиясы болады. Творческая ютуб десеңіздер шығады. Осыған кіремін. Бірден өзіңіздің каналыңыз шығады, ютубтағы каналыңыз шығады. Мынаяққа кіріп, өзіңіздің каналыңызды ауыстырып алуларыңызға болады. Мысалға, мұнан осылай аналитикасы көбі көрсетіп тұрады енді. Мини конкурс дегенде басам, өзім керекті облачка қоятын видеом. Көбісіне облачка қойып саламын, бәріне ұнайды. Сосын кірген соң, өзіңіздің видеоны таңдап кірген соң, мына қаланың суреті тұрады, соның үстін басасыз. Төбесінде айналып шығады, сәл-пәл күте тұрасыздар. Күте тұрайық енді. Енді шықты, басында енді осылай шығады. Және тағы да осы қаламшаны басамыз. Сосын мына жерде өсіп айналып тұрады. Изменить дегенді басамыз. Сосын өзіңізге керекті суретті таңдайсыз. Осы өзіме облачка қойып алғам. Бұл облачканы қайдан жасаймын десеңіздер, өзінің InShot деген программаны қолданамын. InShot Pro деген программа қолданамын. Сол арқылы жасауға да болады. Ал мына жердегі не десеңіздер, мынау. Бұл описание. Мыналар жергілікті жерге таратылу дегендей түрлі жерлері бар. Бұның құпия жерлері де бар десе де болады. Мынаяқтан комментарияды ажыратып тастаса да болады. Лайкты да ажыратып тастаса да болады. Сосын бұл мынаны басып шығып кетсеңіздер, ол қойылмайды облачка. Сохранить дегенді басуымыз керек. Сосын сәл-пәл күте тұрамыз енді. Күтеміз. Енді менде сет дұрыс ұстамай тұр алдымда, сондықтан күте тұруға тура келеді. Достар, міне менде қойылды. Осылай қойып алуға болады. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарияға пікіріңізді жаза кетіңіздер. Маған ұнағаны Реал Нос деген подписчигім бұнда каналына жазылып қойыңыздар. Бұл маған көп жақсы пікірлер жазып жүр, мотивация беріп жүр дегендей. Осы баланың каналына лайк басып, комментарияға пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Каздарк, амандықта кездескенше сау болыңыздар.